Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ елі, қадірменді ағайындар, қандастар. Ыңғайсызда болса, бүгін мен сіздерге Сайрагүл Сауытбайдың алаяқтығы туралы әңгімемді жалғастырайын. Өкінішке орай, әлі күнге дейін өзіміздің ақ көңілді, аңқау, сенгіш ағайын туыстар қазақтар арасында бұл алаяқты періште ретінде көретін адамдар көп екен. Бұны алтыннан сомдалған бір батыр ретінде көретін адамдар көп екен. Сондықтан мен бұның алаяқтығы туралы өзім көрген, білген шындықтарымды сол ағайындарға жеткізейін деп отырмын. Кейбіреулеріңіз білесіздер, кейбіреулеріңіз білмейсіздер. Осы алаяққа өкінішке орай басынан бері жеке адам ретінде ең үлкен деңгейде көмек көрсетіп, бұның тез арада түрмеден босатылып, соттан аман-есен құтылып, Еуропаға келуіне себепкер болған адамдардың ең жоғары деңгейде себепкер болған мен едім. Бұл Еуропаға келе салып, бірнеше рет бұнымен кездескенде, алғаш күннен бастап көзімді бақырайтып тұрып, бұл алаяқ маған өтірік айта бастады. Маған өтірік айтты бірнеше рет. Ал ең сорақысы, ағайындар, ең сорақысы үшін жақсы тыңдаңыздар. Бұлар Еуропаға келіп, еркін демократиялық елде жүрсе де, қауіпсіз елде жүрсе де, Сайрагүл Сауытбай мен күйеуі Швецияда тұрып, қараңыздар, өздері шыққан ауданның емес, Шығыс Түркістанның, Шинжаңның орталығы Үрімжінің емес, Қытайдың орталығы Пекиндегі ұлттық қауіпсіздік қызметкерлермен, Қытайдың ұлттық қауіпсіздік органымен байланысын үзбей, байланыста болып тұрған. Швецияға келгеннің өзінде де. Осыны өздерінен естіп білгеннен кейін түңіліп, менде аса үлкен күдік пайда болды, мына алаяқ туралы. Кейін бұның кітабын жазу барысында да, бұның кітабын 2 жыл жүгіріп жүріп, мен ұйымдастырдым. Сол 2 жыл жүгіріп жүріп, ұйымдастырған кітаптың жазылу барысында, бұның екі беткейлігіне, опасыздығына, ана Сергежан Біләш айтып ескерткендей, бұның көкбеттігіне куә болып, тағы бір рет түңіліп, бұның шын мәнінде Қытайдың қысым қудалауынан қашып келген, демократия іздеген, адам құқықтар іздеген бір байғұс қазақ қыз емес, алаяқ екеніне шын мәнінде көзім жетті. Бұл кітапты жазу барысында автордың бір сұрағына былай дейді, автор бұған сұрақ қояды. Сіз дейді, бала кезіңізде қандай арманда болдыңыз, бір көздеген арманыңыз болды ма, мақсатыңыз болды ма дейді. Бұл айтады, менің бала кезден ең үлкен арманым, бала кезден Еуропадан келіп жүрген туристерді көргенде, сол Еуропаға туристер тұрған мемлекеттердің біріне қайткен күнде де барып, жақсы өмір сүру армандадым, арманым болды дейді. Сол үшін бала кезден есімді жиғаннан бастап, кітапханаларда, интернетте информация жинай бастадым. Әсіресе Швеция туралы информация жинадым дейді. Қайткен күнде де менің мақсатым Еуропаға жету еді дейді. Ал бұл алаяқ, ойбай, мен елімді сағындым, жұртымды сағындым, Қазақстанды сағындым деген бәрі өтірік. Осы өзінің жеке бас пайдасы үшін, бала кезінен көздеген мақсатына қайткен күнде де Еуропаға жету үшін, бұл алаяқ айтпаған өтірігі жоқ. Әсіресе арғы беттегі миллиондаған қандастарымыздың басындағы қайғы қасіретті зұлматты осы өзінің жеке бас пайдасы үшін, жеке арманына жету үшін аяусыз түрде пайдаланды. Сондықтан мен айтам, Сайрагүл Сауытбай мен үшін, өзінің жеке бас пайдасы үшін, өзінің алға қойған арманы, қайткен күнде де Еуропаға жету деген арманына жету үшін, арғы беттегі миллиондаған қандастарымыздың басындағы қайғы қасіретті өз басынан өткен сияқты шайтаннан асқан қулықпен айтып, күллі қазақ елін, күллі әлемді алдап жүрген, Қытайдың қулық сұмдығын әбден мойнына сіңіріп, Қытайдан артық іске асырған опасыз, арсыз бір алаяқ мен үшін. Соған нақты көзім жетті, ағайындар. Мен осы алаяқтығы туралы шындықтар айтсам, кейбір адамдар
арам ниетті, оң бағыр, қаскөй мінезді кейбір адамдар маған жақпаған жалаларын жағып, апармаған жерлері жоқ. Қытайшыл қылды, өкіметтің адамы қылды, биліктің адамы қылды, парақор қылды, марақор қылды. Сонда соларға айтар едім: ей, оңбағандар, әге маған ауыздарына келген оттап, қайдағы жайдағы жаланы жауып отырған оңбағандарға айтарым: ей, оңбағандар, сендер сонау Сайрагүл мәселесі туындаған кезде індеріңнен, тесіктеріңнен шыға алмай, бір жерлеріңді сөкте алмай жатқанда, бір жерлерің қышып, ана алаяққа өкінішке орай ең жоғары дәрежеде көмекті мен көрсеттім. Ең бірінші болып әлемдік деңгейдегі араша сұрау хатын Еуропаның ең ықпалды адам құқықтары комитетіне ел басында жаздырған мен едім. Сайрагүл Сауытбай соты адал өтсін, Қазақстанда қалсын, Қытайға қайтарылмасын деп. Екі ортада тағы да Сайрагүлдің Еуропаға келу үшін Еуропадағы бүкіл тиісті орындармен кездесіп көндіргенде мен едім. Сайрагүл Сауытбайдың соты кезінде Еуроодақтың өкілі Германияның Алматыдағы елшісінің сотқа барып ықпал етуінде сұрап қол жеткізген мен едім. Менің сұранысым бойынша Германияның елшісі Сайрагүлдің сотына қатысты. Мына хат міне. Осы хат ең алғашқы Сайрагүл Сауытбайға араша сұрап елбасы президент Нұрсұлтан Назарбайға жазылған және бірінші болып прокурордың папкасына кірген халықаралық деңгейдегі хат. Осы хат менің іс-әрекеттерім екі ортада алып барған және басқа да шаралардың нәтижесінде өкінішке орай ол алаяқ менің көмегімнен пайдаланып соттан да тез босап шықты, Еуропаға келді. Міне, Сайрагүлге жала жаптың деп, оның алаяқтығы туралы шындықтарды айтып отырған оңбағандарға айтарым: бір жағынан, ағайын туыстар, мен бұл ешкімге де айтқам жоқ, бүгінге дейін сіздерге де мәлімет болсын деп айтып отырмын. Ана оңбағандарға айтарым: сендер не істедіңдер? Ауыздарына келгенді оттап отырсыңдар. Ағайындар, бір қызығы, біз ойбай бір қазақтың қызы Қытайдың зорлық зомбылығына душар болыпты, елін, жұртын, бала шағасын сағыныпты, шекараны бұзып қашып кетті, енді бұны Қытайға жібермейік, сотына ықпал етейік, босатып алайық, көмектесейік деп шырпыр болып жүргенде, қазақ елі жұрты 7-сінен 70-сіне дейін тік тұрып, қазақтың қауіпсіздік қызметі органдары, ұлттық қауіпсіздік қызметі алғашы күннен бастап шын мәнінде бұның опасыз бір алаяқ екенін маскасын шешіп бір жерін ашып тастапты. Біздің хабарымыз жоқ, біз улап шұрлап жүргенде. Кейін бұның алаяқ екеніне көзім жеткеннен кейін тағы да басқа материалдар іздеп жүрсем, бір интернетте видеоға тап болдым. Сол видеода бұл алаяқ өзінің алаяқ екенін екінші сотта әшкере түрде мойындаған екен. Біз оған мән бергеніміз жоқ. Бұл алаяқ не айтып жатыр, не қойып жатыр, айту алдатымызға қарамай бұны босатып алса, Қазақстанда қалса деп бұған жанымыз шырпыр болып жүргенде, бұл өз алаяқтығын сотта мойындаған екен. Сол туралы бір видео таптым, ағайындар. Мүмкін кейбіреуіңізді көрген шығарсыз. Ол видео YouTube'да Азат Ел Кесе деген каналда 2018 жылы 7 айдың 18-інде жүктеліпті. Сол видеода ана алаяқ сотта әшкере түрде өзінің алаяқтығын мойындапты. Амалсыз Қазақстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің дәлелдеріне сүйене отырып, сот алдында жүрген тексеру кезінде ол өзінің алаяқ екенін ұлттық қауіпсіздік қызметкерінің алға қойған дәлел фактыларын мойындауға мәжбүр болған. Сот кезінде прокурордың қойған сұрақтарына жауап ретінде амалсыз бұл өзінің тексеру кезінде мойындаған алаяқтығын сотта да әшкере өзі айтып мойындаған. Сол туралы видео тұр. Мен сіздерге сол видеодан біраз үзінді көрсетейін. Кейін ол видеоны өздеріңіз тауып толықтай көріп шығасыздар. Бұл алаяқ бізді қолында ойыншық ойнап жүргенде өзінің алаяқтығын мойындаған екен. Біз бұған ойбай қазақтың қызы бейшара обал болмасын деп шырпыр болып жүргенде. Сол видеодан мен бір-екі үзінді көрсетейін. Түсіндіріп берем. Кейін видеоны өздеріңіз толықтай тауып көріп аласыздар. Тағы бір рет айтайын. Ол видео YouTube'да Азат Ел
KZ деген каналда 2018 жылы 7 айдың 18-інде жүктеліпті. Видеоның астында Сайрагүл Сауытбай сот 1 деген түсініктеме тұр. Содан тауып алуларыңызға болады. Мен қазір сіздерге сол видеоның 1-2 жерін көрсетейін. Сонда қараңыздар, мен түсіндіріп беремін сосын. Қай уақытта тыйым салдыңыз? 2017 жылдың басында болатын сөйлесіп жатырмыз. Одан кейін мүлдем тыйым салынды. Сөйлеспейтін хабарластырдыңыз. Енді отбасыңыздың тағдырын қалай біліп тұрдыңыз? Енді анасың ғой, балаларыңыз бар. Балаларымызды сағынған кезде, жұбайым 2 баламыз осы Қазақстан шекарасында Қорғас салаларына апарып, Инар жағынан келіп кездесіп. Дәл шекара бұзғанға дейін осылай жасап жүрдіңіз ба? Менің Қытайдың алдыңғы органдар жағынан бақылауға алынып, рұқсат куәлігін жасата алмайтын болғанның алдына дейін. Мына видеоның бір жері, енді екінші жерін көрсетейін, сосын екі жерде сіздерге түсіндіріп айтып беремін. Мынау екінші бөлігі. Сізге осы 5 сәуір 2018 жылы шекара өтуге дейін Қытай Халық Республикасында сізге қатысты іс қозғалып, немесе іздеу жарияланып еді? 5 сәуірге дейін. Сондай шешім қабылдап өткенге дейін. Жоқ. Енді айтыңызшы, негізгі себептерінің бірі уақытында өз семьяңызбен бірге өтіп кетпеу. Сіз айтасыз, несие болған дейді. Несиені қашан алып едіңіз? 2013 жылы. Қанша мөлшерде? 400 мың еді. Қанша мерзімге алдыңыз? Ол мерзім болғанда бізде бұрынырақ айтарса осы мөлшермен болады. Енді бұл видео biraz ұзақ видео. Бірақ мен нақтылы осы екі жерді сіздерге анықтап түсіндіріп кетейін. Бұл прокурор, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің бұл алаяқ туралы жинаған дәлел фактыларына сүйене отырып, бұл алаяққа сұрақтар қойып отыр. Ана басындағы сұрақта былай дейді: сіз бала шағаңызды аңсап келдіңіз Қазақстанға, енді сондай бала шағаңызды кездесіп көріп тұрушы ма едіңіз дейді. Енді сондай бір сұрақ. Кейін өздеріңіз видеодан анықтап түсіріп. Бұл айтады: иә, мен шекараны аттап өткенге дейін, 2018 жылы шекараны аттап өткенге дейін, бала шағаммен екі ел арасындағы Қорғас шекара бекетінде, еркін сауда зонасында бала шағаммен кездесіп, емін-еркін сол еркін зонада сөйлесіп тұрдым. Өзі бері қарай өтпесе де, күйеуі бала шағасын ол қалаған уақытта еркін сауда зонасына апарып кездесіп сөйлесіп тұрған екен сол жерде. Ал бұл алаяқ бұдан алдын күллі қазақ елінде, әлем жұртшылығында алдады, қайтып алдады. Ол былай деді: 2016 жылдан бастап неше жыл шекараны өтіп кеткенше, Қазақстанға шыққанша заңсыз мен бала шағамды көре алмадым, Қытайлар мені жібермеді, қысты, қудалады, балаларымды сағындым. Бір жағынан сол себепке байланысты балаларымды қатты сағынғаным үшін шекарадан заңсыз өтуге мәжбүр болдым дейді. Алдындағы берген жауабында: мен емін-еркін сауда орталығында, Қорғаста бала шағаммен кездесіп тұрдым дейді, өзі бері қарай өтпесе де. Ал сіздерді, біздерді күллі әлемде не деп алдып отыр? Мен неше жыл бойы бала шағаммен кездесе алмадым, Қытайлар паспортын тартып алды, қысты, қудалауды, балаларым сағынған үшін шекараны амалсыз кесіп өтуге мәжбүр болдым дейді. Барып тұрған сұмырайлық, сұмдық, өтірік. Ал екінші көрсеткен бөлімде тағы бір қызық әңгіме бар. Ана прокурор әйел оған иінелеп тұрып сұрап жатыр. Өйткені алдында оның алдын ала мойындаған, өзінің алаяқтық екенін мойындаған фактылар тұр. Жақсы тыңдасаңыздар, прокурор әйел бұған сұрайды: сіздің кезінде бала шағаларыңызбен бірге Қазақстанға шекарадан асып кете алмауыңыздың себептері арасында несие де бар ма еді дейді. Өйткені біліп отыр ол кісі, бұл несие алып алаяқтық жағынан несие бар ма еді дейді. Несие, яғни кредит, қарыз алып, сол қарызға байланысты
өте алмай қалғаныңыз мүмкін бе дейді Қазақстанға. Алаяқ анау амалсыз сүмірейіп тұрып, өзінің алаяқ екенін кредиттік мәселеге байланысты, кредиттен туындаған алаяқтыққа байланысты өте алмай қалғанын мойындап отыр. Прокурордың айтқан берген сұрағына ол былай деп жауап беріп отыр. Қашан кредит алдыңыз дейді. Ол айтады, мен 2013 жылы кредит алдым дейді. 2013. Қанша мөлшерде алдыңыз дейді. Аз емес, 400 мың юан кредит алған. 2013 жылы 400 мың юан кредит алған. Кредитке байланысты туындаған алаяқтыққа байланысты бұл қысым қудалауға ұшыраған, бұның документтерін, паспорттарын тартып алған. Ал тағы бір өтірік айтып отыр. Прокурор әйел айтады, 2018 жылы шекара аттап өткенге дейін сіздің үстіңізден қылмыстық іс қозғалып кетті дейді. Жоқ дейді. Ал жоқ болса, бұл кредиттік алаяқтыққа байланысты 2013 жылы алған кредиттік алаяққа байланысты 2014 жылы неге Қытайлар бұның документтерін тартып алады? Елдің аман жұрттың тыныш кезінде, өйткені бұл заңсыздық алаяқтық жасаған. Ал бұл не деп халықты алдап, өзінің бала кезіндегі арманына жету үшін шайтаннан асқан қулық істеп отыр? Бұл айтады, күллі әлемге, қазақ жұртшылығына, ойбай Қытайлар мені 2016 жылы, 17 жылды, 18 жылдары менің қазақ болғаныма, менің мұсылман болғаныма қатысты, мені саяси қудалауға ұшыратты, мені қыспақ қалды. Сол үшін мен қашып өтуге мәжбүр болдым дейді. Ал негізінде бұл алаяқ өзінің кредиттік мәселеге байланысты заңсыздық істеген үшін, алаяқтық істеген үшін шекарадан асып өте алмай, өйткені кезінде оның документтерін Қытайлар тартып алған үшін шекара өте алмағанын мойындап отыр. Ал былайынан күллі қазақты, әлемді алдап отыр. Ең үлкен сұмдығы сол 2017 жылынан бастап арғы беттегі миллиондаған қандастарымыздың басындағы ауыр қайғы қасіретті Қытайдың зұлымдығын бұл дәл өзі басынан өткен сияқты көрсетіп, халықтың жанашырлығын тудырып, өзінің бала кезіндегі мақсатына жетіп, Қазақстанға келіп, Қазақстаннан Еуропаға өтіп кетіп отыр. Алаяқтың асқандығын жасап отыр. Тағы бір мәселе, қараңыздар. Бұл 2013 жыл кредит алады, 2014 жыл алаяқтыққа байланысты документтерін Қытайлар тартып алады. Бірақ бұл еш уақытта кейін қысым қудалауға ұшырамайды. Өйткені өзінің бір айтқан сөзі бар. Кітап жазу барысында автор бұған сұрады. Сіз Еуропаға саяси қуғын-сүргін ретінде келдіңіз бе? Жоқ, бұл жақта жақсы өмір сүру үшін келдіңіз бе? Деді. Бұған айтады. Жоқ, мен Еуропаға Қытайлардың саяси қуғын-сүргініне байланысты, қысым қудалауына байланысты Еуропаға қашуға мәжбүр болдым дейді. Өйткені менің дейді материалдық жағдайым өте жақсы болды семьям дейді. Біз еш уақытта қаражаттық қысым көрмедік. Ауданның ең бай адамдарының семьясы біз болдық дейді. Аудан орталығындағы ең жақсы үй менде болды дейді. Қараңыздар сосын. 2013, 14, 15, 16, 17 жылдарда біздің отбасымызда, Сайрагүл Сауытбайдың сөзі, кезінде біздің отбасымызда 500 мың, 600 мың долларға дейін қолма-қол ақша болды дейді үйде. Өзі шекараны атап өткенге дейін бұларда қомақты ақша болған. Қолымызда 500-600 мың долларға дейін қомақты ақша болды. Аудан орталығындағы ең жақсы үй бізде болды. Машиналар болды дейді. Сосын бұларда кемінде 5-6 киім-кешек сататын дүкен болған. Бірі өздері тұрған жерде, қалғандары басқа ауылдарда, аудан орталықтарында оны күйеуі вәли басқарып жүретін. Сонымен бұлар аса бай қуатты өмір сүрген. Өзінің бір айтқан сөзі бар. Біз дейді сонша жақсы жағдайда болдық, материалдық ақша көп болды. Мен қажет болған жағдайда Қытайлардың өздерін жемдеп, жемқорлықпен сатып алып отырдым дейді. Қытайлармен сонша жақсы араластым дейді. Прокурор болсын, соты болсын, милициясы болсын, көп жағдайларда мен оларға ақша беріп, жұмыстарымды бітіріп алушы едім дейді. Яғни бұл 2018 жылы шекара атап өткенге, атап бері қарай қашып өттім дегенге дейін Қытайлармен өте жақсы қарым-қатынаста болған, өте көп ақшасы болған, қалған
ақшамен сатып алып отырған. Білесіздер, Қытайда парақорлық деген енді әлемдегі ең жоғары деңгейде. Ал Қытайлардан қысым көрдім, қаштым дегені ол мүлдем өтірік, тек қана халықты алдау үшін айтқан бұның өтірігі. Сонымен бұл күллі әлемде қазақ жұртшылығын шайтаннан асқан қулықпен, сұмдықпен, Қытайлардың қулық сұмдығын мойнына сонша сіңіріп, Қытайлардан артық іске асырып, елді алдаған алаяқ өзі мойындап отыр сотта. Ал Серікжан Біләш тағы бір рет айтты маған: аға, мен сізге айтып едім ғой, бұл алаяқ, сұмырай, қанша ел зардап шегіп, қашып, өліп жатса, ары қарай түрмелерде қамалып жатса, бұған еш нәрсе болмаған. Соңғы уақытқа дейін ресми жұмыста болған, қолында қомақты ақша болған. Серікжан Біләштің айтуына қарағанда, ешбір адам, әсіресе соңғы 3-4 жылдық қудалау кезінде ресми орындарда тұрақты жұмыс істей алмаған. Кім ресми орындарда соңғы уақытқа дейін тұрақты Қытайдың ресми қызметкері болып жұмыс істеді? Ол Қытайдың ең сенімді адамы деген еді Серікжан Біләш. Ол айтты: мен де білем, бұл Сайрагүл Қытайдың ең сенімді адамы, Қазақстанға жіберіп отырған, жоспарлы түрде жіберілген адамы. Сондықтан маған Серікжан бір рет айтты: Өмеке, бұның Қытайдың адам екенін білем, бұл белгілі жобамен келіп жүр Қазақстанға. Ол бізді пайдаланбасын, біз оны пайдаланайық дейді. Бір алаяқты пайдаланып, бір жетістікке жеткен еш уақытта жағдай жоқ. Сондықтан Серікжанға айтар едім: сен қалған өміріңнен де осыны қайтып пайдалансаң пайдалана бер. Бірақ мына алаяқтың мен үшін тиын кәдірі жоқ. Бұл алаяқ елін жұртын сатқан опасыз. Ағайын туыстар, қандастар, мен өзім көрген, білген шындықтарымды айтып отырмын. Бұл алаяқ туралы мен жеке басыма қатысты бір мәселе емес. Бұл қазір қоғамдық мәселе болды. Көп ағайындар бұны сырттай біледі, жақыннан танымаған үшін әлі бұны періште ретінде көреді. Кімдер қазақты, сенгіш, ақкөңіл, аңқау қазақты алдамай келеді? Мына соңғы сайлаудың өзінде көрдік. Ал мына алаяқ қазақты алдаған әлемдік деңгейдегі тарихтағы ең үлкен алаяқ. Енді осы айтылған шындықтарды көріп біліп отырып, ағайындар, көздеріңізді ашыңыздар. Көрінгенге сеніп, ертеңіне өкініп қалмайық. Мен алғаш рет елбасы алдында, дүниежүзі қазақтар құрылтайы алдында, бірінші рет елбасы алдында, күллі қазақ деңгейінде, ең жоғары дәрежеде, әлемдік деңгейде арғы беттегі ағайындарымызға, қандастарымызға ең қиын қыстау кезеңінде көмектесу үшін қолымнан келгенді істедім. Оған еш уақыт өкінбеймін. Бірақ мына алаяққа көмегім тигеніне өте өкініштімін, ағайындар. Сондықтан кейін тағы да бір алаяқтар шықты. Өкінішке орай, арғы беттен келген. Осындайлардан сақ болайық. Бір құмалақ, бір қарын майды шіртеді дегендей, осы алаяқтың кесірінен қазір Қазақстанда арғы беттен келген ағайын туыстарға да сенім азайып кетті, әсіресе ресми мекемелерде. Арғы беттен келген қандастарымыздың 90%-нан артығы өзінің адал еңбегімен жұмыс істеп күнін көріп, Қазақстанның болашағына еңбегін сіңіріп келеді. Бірақ осындай бірнеше алаяқ екі жақ арасына от салып, іріткі салып, лаңын салып, қазақтар арасында береке бірлікке кесірін тигізіп келеді. Ағайындар, алдағы уақытта тағы да көрген білгендерімді айта жатам. Өйткені бұл туралы айтатын сұмдық жағдайлар өте көп. Әсіресе кітапты жазу барысында бұның істеген бір сұмдығы, көкпеттігі, арсыздығы, ана кітапты басатын баспаның иесіне жасаған арсыздығы. Енді иттен асқан, кешіресіздер, иттен асқан көкпеттігі, арсыздығы сол кезде жасаған. Бір қазақ болып ананың жанында тұрып, мен жердің түбіне кіріп кете жаздадым. Егер соны айтып түсіндірсем,
Әлі күнге дейін мына алаяққа сеніп бұны бағалап жүргендер, сіздер өздеріңізден ұялатын боласыздар. Егер кітапты жазу барысында мынаның істеген арсыздығын, көкпеттігін айтып түсіндіретін болсам, әлі күнге дейін мынаған сеніп жүрген біздің сенгіш ақкөңіл қазақтарымыз, сіздер өздеріңізден ұялатын боласыздар, мен мынандай алаяққа қайтып сеніп қолдап келдім деп. Бәрінен бұрын мен бұның қасындағы күйеуіне жаным ашиды. Осындай көкбетке қайтып шыдап жүр екен. Бұның қасында жүрген адамдар бір-екі күннен кейін бұның қасында барғысы келмейді, жиіркенеді. Талай ауылдастары айтып жүр бұның, қандай бұның алаяқ, жиіркенішті адам екен. Менің өзім бұның атын естісем, көрсем, қазір жиіркенем. Құдай сақтасын, бұндай алаяққа енді келтірмесін, тапқылмасын Алла тағала бізді. Қазақ елін осындай көкбет алаяқтардан, опасыз сатқындардан сақтасын. Бір қызығы, Қазақстан қауіпсіздік қызметкерлері бұны сонау 2013-14 жылдардағы елдің аман жұрттың тынышы кезіндегі алаяқтығына байланысты опасыз біреу екенін, алаяқ екенін анықтағаннан кейін, егер қаласа, Қазақстан бұны баяғыда Қытайға беріп жіберер еді. Бірақ амалсыз Қазақстан үкіметі сол кездегі саяси жағдайларға байланысты қанша алаяқ болса да бұны Қытайға қайтара алмады. Өйткені ол уақытта туындайтын саяси ушудан, Қазақстан ішінде халықаралық деңгейде туындайтын шудан тартынды. Содан кейін амалсыз бұны бір жолын тауып, сыпайы түрде шетке айдап қуып жіберді. Оған бір жағынан біз де мұрындық болдық, түрткі болдық. Негізі бұл Қазақстаннан Қытайға қайтарылып жерсе, бұның басында да еш нәрсе болмайтын еді. Бұл емін еркін өзін жіберген, өзімен құралас болған, өзіне көмектесен Қытайлармен тату-тәтті ар жақта өмір сүретін еді, бұған түк болмайтын еді. Бірақ айттым, бұл бала кезден бұл алаяқтың арманы Еуропаға кетіп еді, соған кетіп тыныш болды. Бұның қазаққа жасаған, тіпті өзінің құрсағынан шыққан баласының өзінің жеке бас пайдасы үшін қандай саудаға салғанын басқа бір әңгімелерді айта жатармын ағайындар. Аман сау болыңыздар.